Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздермен итальянский десерт софийоның рецептісімен бөлісемін. Бұл десерттің артықшылығы ішінде өте нәзік творожный начинка бар, бірақ та негізінде оригиналда бұл рикотта сырмен жасау керек. Рикотта сыр өте қымбат болғандықтан оның дәмі ұқсайтын біз творогпен жасаймыз. Бірақ жасайтын творогымыз өте нәзік болу керек, крупинкасы болмау керек. Ал егерде крупинкасы болса, 2 рет ситадан өткізіп алуымыз керек. Және оның бір ішінде лимонның цедрасын саласың, лимонның ноткасы болады дәмінде. Сырты күтірлек тесті болады да, іші өте нәзік суфле сияқты пирожный. Ал енді жасаймыз. Бісмілләй деп бастайық. Оны қалай жасалу үшін менімен бірге болыңыздар. Аты қиын болып итальянский десерт дегенімізбен бұл пирожныйдың жасалу жолы әдеттегідей өте оңай. Сіздер егерде мені қарап жүрсеңіздер білесіздер, мен қиын рецептпен жасағанға бөліспеймін сіздерге. Бұған да миксердің қатты қажеті жоқ негізінде. Міне көргендеріңіздей жұмыртқаны, лимонның цедрасын, 2 лимонның мен мына жерде 2 немен порциямен жасадым рецепті, сондықтан 2 лимонның цедрасын қостым. Қантты, жұмыртқаны және лимонның цедрасын қосып, венчикпен езіп аламыз. Қант кішкене езілгенше әбден. Оның үстіне майды құямыз да еземіз. Және онда майымыз еріген болу керек. Бәрін араластырғаннан кейін ұнды бірден салып жібереміз. Ең біріншісі қант пен жұмыртқада көбірек венчикпен езіп, қант сәл езу керек, түйіртпектеу болып қалмау керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай, ұнды да осылай араластырып аламыз да, енді қолымызбен жақсылап жинап, бір комок жасап, тесті жасап, әдемі етіп, холодильникке салып қоямыз. Мешокқа саламыз, одан кейін холодильникке салып қоямыз. Холодильникте көп тұрмайды бұл. Тек қана біздің начинкамызды жасағанша тұрады. Міне осындай етіп жасап қойдым. Қалай болсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Тек қана осылай жасасаңыздар бөлуге ыңғайлы болады. Ал начинкамызды жасағанызда бізде творог, менде осы местный не бар, рейнмилк деген бізде сатылатын, соның творогы бізде нәзік болады, крупинкасы аз болады, соны аламын. Соның үстіне, соны сәл вилкамен езіп алдым да, үстіне жұмыртқаның сарысын, одан кейін қантты салып, содан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ванильный қант болмаса ванилин салып жіберулеріңізге болады. Әбден езгеннен кейін мен жаңа көргендеріңізде погружный блендермен ездім. Енді жұмыртқаның белогын аламыз да, осылай взбивать етеміз. Жақсылап взбивать еткеннен кейін жаңа творожный массаға жайлап қосамыз да, астынан үстіне қарай жайлап араластырамыз. Белогымыз басылып қалмау керек. Міне біздің начинкамызда дайын. Енді холодильниктегі тестамызды аламыз. Ровно 12-ге бөлеміз. Ал оригинал рецептіде 6 штук шығатын, сондықтан мен 2 порция жасадым. Әрбіреуіменде 42-43 граммнан келді. Бәрін бөлеміз. Мен қағазға 10-10 етіп жасап алдым мындай белгілеуге. Себебі біздің 4 піштіні бөлетініміз, мынандай жаятынымыз 10-10 етіп жаюымыз керек. Мына қағазға жасап алдым да, қиып, сонымен өлшедім. Міне бәрін жақсылап жаямыз. Ондай жұқа да болмайды, қалың да болмайды. Әрқайсысын осындай етіп жайдық. Енді жаңағыдай біздің кекс пісіретін ыдысымызға осылай қағазды саламыз да, капсуланы. Соның ішіне жаңағы тестімізді салып, осылай сыртына кішкене тұрады. Сыртына қарай жайып қоямыз. Видеода көргендеріңізде осылай төбесіне қарай қалың болып тұрады. Тағы біреуін жасап көрсетемін, қараңыздар. Достар, егерде менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Пікірлеріңді қалдырып, лайктарыңызды қойыңыздар. Маған өте ол каналымды дамытуға көмектеседі. Міне көріп тұрғандарыңыздай үстіне шығып, жан-жағына жайылып тұрады. Міне
қолымызбен осылай жаямыз да. Енді осының ішіне бір қасықтан аса 2 қасықтай начинка саламыз, жаңағы салмамызды. Бірақ та салманы мен сәл аздау салдым. Негізінде рецептіге де емес, мен 1,5 порция жасаймын, соның өзі жеткілікті болады. Мен 1 порция ғана жасағам, үйде творог аз болғандықтан, ал 1,5 порциясын жасасаң, оригинал рецепттен бізге жеткілікті қалып қоймайды. Енді осы дайын біздің пирожныйымызды 180 градусқа 25-30 минут пісіріп аламыз. Басында бетіне фольга қойғандарыңыз жақсы, бір 10-15 минут, себебі біздің творогымыз күйіп кетуі мүмкін. 10-15 минуттан кейін фольганы алып тастаймыз, қайтадан 15 минуттай пісіреміз. Әркімнің духовкасына байланысты, мүмкін 10 минут пісіресіздер. Міне біздің пирожныйымыз дайын, сырты күтірлік, іші жұмсақ, суфле сияқты өте дәмді пирожный. Бірінші пісіріп атырған кезде начинкасы, мынаның салмасы ісініп, толып, бір шығып кетейін деп тұрған сияқты болады. Пісіп болғаннан кейін сәл ол ортаяды, осылай орнына келеді. Одан қорықпаңыздар, сондай болады өзі. Міне сіздер де жасаңыздар, көріп тұрғандарыңыздай атына байланысты өте қиын емес. Атына қарағанда қиын деп ойлауларыңыз мүмкін. Сіздер де жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің рецепттерімді жіберме алмау үшін уведомлениеді, қоңырауды басып қойыңыздар, сол кезде жіберіп алмайсыздар. Менімен бірге видеоның ақырына шейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен.